Сіздің балаңыз мемлекеттен ақша алды ма? Заң шыққан. Онда 2024 жылдың 1 қаңтардан бастап Қазақстанда ұлттық қор балаларға деген жобасы іске қосылды. Онда ұлттық қордың 50% инвестициялық кірістен 18 жасқа толмаған балдарға арналған. Bir жылда бір рет 18 жасқа толмаған балдарға қаражат беріледі. Ол қаражатты жаңағы оқуға төлеуге немесе жылжымайтын мүлікке алуға рұқсат етілген. Оны тексеру үшін ұялы телефонның Каспий приложениесіне кіресіздер. Каспий приложенияның ішінде государственные услугinin ішінде все документы басқан соң балаңыздың фамилия, аты жөні шығады. Соның ең соңында начисление из нас фонда деген жазылғанды басу керек. Басылған соң мынандай картинка шығады. Мен өзіме келетін болса, менде бір жас кәмелетке толмаған балам бар. Онда 2023 жылы $100, 2024 жылы тағы да $100, жалпы $232 есеп счетында тұр. Алдағы уақытта балдарыңызға осындай счетқа ақша түскенін тексеріп тұрыңыздар. Балдарыңыз 18 жасқа толған соң қаражатты дұрыс бағытта қолдансын. Барлығы байқуатты болсын.